Ассалаумағалейкум, ардақты ағайындар, құрметті қазақ стайлдың жанкүйерлері, тілеулестер. Біз қалай қуансақ, сіздердің де солай қуанып жатқандарыңызды жақсы білеміз. Жаңалықты оқыдыңыздар, естідіңіздер. Құдай қаласа қазақтың баласы Жәнібек Әлімханұлы қазақ стайл келесі жекпе-жегін әлем чемпионы Хамза Ширазға қарсы өткізетін болды. WBO бүгін осындай шешім шығарды, яғни супер орта салмақта чемпион болып тұрған қазір Хамза Шираз, сол Хамза Ширазға ресми түрде Жәнібекті міндетті қарсылас етті. Екі тарапқа 20 күн уақыт берді. 20 күннің ішінде промоутерлік компаниялар өзара келісіп, жекпе-жек қай күні болады, қай жерде болады, қалай өтеді деген мәселелерді енді өздері шешу керек. Күтейік енді қандай шешім қабылданатынын. Енді өздеріңіз жақсы білесіздер, енді біздің карьерамызды бақылап отырсыздар. Орта салмақ кезде Хамза Шираз Жәнібекпен бокстасқан жоқ еді. Кәдімгі Жәнібек чемпион болып тұрған кезде Хамза Шираз біздің міндетті қарсыласымыз болды, бірақ олар бас тартқан еді. Енді осы жолы қалай болатынын көреміз. Өткенде бір қуанып едік, супер орта салмаққа ауысып, бірден екінші орынға жайғасқан кезде кәдімгі қазақ жұрты бір қуанып, міне енді чемпионға міндетті қарсылас атанып отырмыз. Бұл тарихи күн, тарихи сәт, тарихи іс. Бұйырса қазақтың баласы екі салмақта әлем чемпионы болады. Ол күнге де аз қалды. Тағы бір айта кететін бір қуаныш жағдай, бізді мына желтоқсанға дейін шеттетіп еді ғой бокстаспауға. Ол шеттеуді де WBO алып тастады. Мәселен, жалпақтың айтқанда Жәнібек ертең бокстасам десе де бокстасуына, жұдырықтасуына рұқсат. Бұйыртса енді Хамзаны ұрып алайық, WBO титулды алып алайық. Ары қарай титул біріктіру әрекетінде бұрынғыдай еңбегімізді жасай береміз. Жақсы жаңалықтар шығып, көңілі көтеріліп, ой керемет. Бүгін күн берекелі болды, Аллаға шүкір. Жұмыс көп енді алда істейді. Бұрынғыдан да көп жұмыс жасау керек. Шаруа шаш етектен дейді ол қазақ. Алла нәсіп етсе, реттейміз бәрін. Қуаныштымын да. Ассалаумағалейкум, қазақ стайлдың жанкүйерлері, қалайсыздар? Супер орта салмаққа ауысқанымыз туралы ақпаратты оқып біліп отырсыздар. Жәнібек Әлімханұлы қазақ стайлдың алғашқы әңгімесін өздеріңізге ұсынайын деп отырмын. Жөнібай, қалайсың? Ассалаумағалейкум. Қалай? Жақсы ма? Аллаға шүкір бәрі. Супер орта салмаққа ауысу қалай болып жатыр? Иә, бұйырса екінші салмаққа ауысып жатырмыз. Енді бірінші себебі бұл салмақта Канело бар. Өзіміз кәсіпқой боксқа ауысқалы жұдырықтасқымыз келетін боксшы. Сол бар. Содан кейін Шираздар бар. Баяғы біздің 160 орта салмақтағылардан ауысқандар қазір супер салмақта. Сондықтан да қазір енді промоутерлермен, менеджерлермен келісіп отырып, осы салмаққа ауыстық. Бұйырса, осы салмақта өнер көрсетеміз. Екінші салмақтың әлем чемпионы боламыз, Құдай қаласа. Әдемі. Қазір ардақты ағайындар, айта кететін маңызды мәселе, WBO-ның заңы бойынша сен егер бір салмақта әлем чемпионы болсаң, жоғары салмаққа ауыссаң, сен сол салмақтың әлем чемпионына міндетті қарсылас боласың. Енді оны қазір осы апта, мен қателеспесем, Шираз бокстасады. Содан кейін WBO ресми мәлімдеме жасау керек. Негізі қарсылас Жәнібектің Шираз болып қалуы әбден мүмкін. Енді Жөнібай Ширазбен біраз бокстастың ба, спарринг өткіздік, біраз 3 рет, қателеспесем. 3 рет спарринг өткіздік. Бір 6 раундтық болды, 8 раундтық болды. Жақсы, бала жақсы. Тың бала, қол ұзын, жабық бокстасады. Енді өзіміздің тактикамыз бар ондайға. Бізде әрдайым зерттеп жүреміз ғой чемпиондарды. Енді қазір сол супер орта салмақта сол чемпион. Егер жұдырықтасатын болып жатсақ, өзіміздің тактикаларымыз бар, техникаларымыз бар, қазақ стайлымыз бар. Соны көрсетеміз, Құдай қаласа. Әдемі ғой. Негізі мынандай пікірлер бар ғой, жаңа салмаққа ауысқаннан кейін ортада бір жекпе-жек өткізіп алу керек деген сияқты, сол салмаққа бейімделіп алу керек деген сияқты. Енді біз оған қарайын деп тұрған жоқпыз. Бірден жаңа Ширазды берсе, немесе Мангуяны беретін болса, бірден сол салмақтағы чемпиондармен жұдырықтасуға кәдімгідей дайынбыз. Оның үстіне білесіздер, жоны енді жанкүйерлер біледі, біз бір рет салмақ жасаймай қалғанымыз бар ғой, орта салмақта. Оның үстіне мынау денсаулыққа да, мынау жоғары салмаққа өтуіміз бәрібір пайдалы ғой, дұрыс қой, ол да бір маңызды ғой. Жаңағы орта салмақта енді көп салмақ қолап жүрдік қой.
денсаулық кетіп жатты. Сондықтан да енді уже ары қарай қайтадан бокстасудың мәнісі болмай тұр да. Ол жерде қазір ондай бір чемпиондар жоқ, атақтылар жоқ. Біздің жұдырықтасымыз келетіндер атақтылар. Сондықтан да сол жаққа барып қазір сол Канело сияқты атақтылармен жұдырықтассақ, екі салмақтың чемпионы атансақ, ол Қазақстанымызды әлемге танытамыз. Әдемі. Біраз ет жейтін болдың ғой енді. 4 кило қосылды ма? 4 кило қосылды. Ет жеп, ет жинап, аяқ қолдар тың қылдырып шығу керек құдай қаласа. Ағайындар, осы қысқа нұсқа бір жанкүйерлерге арналған видео. Көңіл күй барлығы тамаша. Бүкіл жоспар, іс, салмақ ауыстыру америкалық промоутерлермен, менеджерлермен ақылдаса отырып жасадық. Оның үстіне Жәнібектің де жасы қазір 33-те. Өз айтқандай орта салмақта қызық жекпе-жектер қалмады. Енді супер орта салмақта біраз чемпиондар бар атақты. Берланга бар, Плант бар, атақты болып қалған Канело бар, Мбели бар, Шираз бар, Мангуя бар деген сияқты. Және де өсіп келе жатқан боксшылар бар. Көреміз енді, құдай қаласа. Бірақ ең несі, бәрін басынан бастамаймыз. Кәдімгі чемпионмен жұдырықтасуға бүкіл әрекеттерді жасаймыз. Жақсы жаңалықтар болады. Енді қазір айтуға болмайды, бірақ құдай қаласа күтіңіздер. Алмат зор болды.